Сәлеметсіздер ме көрермендер? Бүгін сіздермен Кружева фильміне шоу жасаймыз. Киноның басында бір әйел үйінде еңбектеп жүргенін көреміз. Бәлкім аяғы әлсіз болғандықтан. Одан кейін ол жеп алып, оның бір бөлігін орындыққа, басқа бөлігін әйнек ашып, сыртқа тастайды. Оның бұл әрекетін кемпір үйден қалай да болса шығып кетуі деп түсінуге болады. Жасының үлкендігі мен қимылдауының қиындығына қарамастан, кемпір әйтеуір айнадан асып, жіпті қатты ұстап алады. Бірақ жаймен түспекші болғанда аяғы тайып құлап кетеді. Өлген болар, бірақ жоқ. Камера төмен түсіп, оның тірі қалғанын көреміз. Қалай өлмей қалғаны түсініксіз. Жіп оны жібермей қойған тәріздес көрінеді. Әйел қолын жерге тигізбекші болғанмен, үйдегі жіп өзімен өзі оны тартып ішке кіргізіп алады. Ал әйнек тарс етіп жабылып қалады. Бірнеше айдан кейін жас 25 жасар Анна есімді қыз дәл сол пәтерге оны арендаға алуға келеді. Онда ол үй басшысы Мюллер мен сонда тұратын кемпірді кезіктіреді. Қазіргі қария әйел киноның басына көрген кәрі әйел емес, басқа біреу тәрізді. Анна бұл пәтерге қызығушылық танытады. Ал Мюллер үй Венаның ортасында орналасқанына қарамастан, арендасы айтарлықтай төмен екендігін айтқанда, одан сайын қуана кетеді. Қағазға қол қоймай тұрып, қыз әйелден неліктен бұл пәтерден кетіп бара жатсыз деп сұрайды. Кемпір әлемді көріп, саяхаттауға кеткім келеді деп айтады. Анна оның жасындағы әйелдің саяхатқа шығуын бір түрлі деп тапса да, оған сенеді. Қыз мұнда жаңадан келдім. Қасымда бұрынғы жігітім де бар еді деп айтады. Бұл маңызды емес. Қазір бәрібір де жалғызбын дейді. Тыңдаушылар қыздың әңгімесінен шаршап, сөздің тоқетері аласың ба жоқ па деп қатып қалады. Қыз әрине деп қағазға қол қоймақшы еді, қаламсабы жазбай қалады. Дереу қария әйел сол жерде оған өзінікін береді. Әйел шынымен де пәтерді қызға тезірек тапсырып тастағысы келіп тұрған сыңайлы. Мәселе шешіле салысымен кемпір заттарын алып бақытты күймен жөнмен кетіп қалады. Мюллерде кетпей тұрып қызға көмек керек болса хабарлас деп айтады. Осыдан кейін Анна заттарын жайғастырып үйді ретке келтіре бастайды. Артынша үйді бояуға кіріседі. Үй кір мен шаңға толып қалғандықтан керек емес қалып кеткен артық киім бөлшектер тәріздес заттарды сыртқа шығарып тастайды. Бірақ сырттан қайта келгенде үй қайтадан ескі күйіне оралған сияқты болып көрінеді. Дуал ескіріп, барлығы шаңға толы. Жаңа ғана жап-жаңа болған фруктілер солып қалыпты. Шкафтың төбесіндегі киім бөлшектері де дәл сол орында қайта ораласапты. Анна жәйтке таң қалады. Бірақ ол оны қатты алаңдатпай, заттарды қайта алмастыруға кіріседі. Бірақ сәлден соң пәтер бұрынғы қалпына қайта келеді. Тоқтамай жұмыс істегендіктен қызының көз асты көгеріп кетеді. Кешке қарай шаршап, диванда ұйықтап қалады. Бірақ кенеттен радио өзімен өзі қосылып кетеді. Барып өшірген соң шаң-шаң айнаны сүртіп, бетіне қараса, беті қатты өзгеріп кетіпті. Келесі күні азанмен ашулы қыз пәтер басқарушысына келіп, маған не пәтер бергенсіңдер деп ызаға беріледі. Сонымен бірге маған страховкалық депозитімді қайтарыңыз деп талап етеді. Басқарушысы бұл мүмкін емес деп қол қойған келісімін көрсетіп, ондағы жаңа адам келмегенше қазіргі адам кете алмайды деген пунктіні көрсетеді. Ал жазбаның өзі лупамен көруге ғана болатын тым кішкентай шрифтпен жазылған. Жынданған қыз бәрін полицияға айтамын дей салып еді, басқарушысы оны бәрібір айтып түсіндіре алмайсың. Тыныш кілтті ал да жайымен жүр деп ескертеді. Қыз ескерту жасау қажет жоқ деп кетіп қалады. Ол жерден бірден емханаға барып, врачтан денеммен болған өзгеріс жайлы ақпаратты беріңіз. Оны полицияға табыстаймын деп сұрайды. Бірақ доктор әжім терімен ағарған шаш 25 жасар қызға әдеттегі нәрсе деп сенеді. Қыз айқайлап, менің тесттен өту құқым бар деп паспортын алып қалып еді, бірақ ол оны тануға мүмкін емес дей бұзылып кетіпті. Қапалаған қыз қонақ үйге барады. Бірақ ресепшндегі жігіт паспорт сұрап қалады. Амал жоқ, қыз екі есе ақша төлеуге мәжбүр болады. Сол түні ояна салып, Анна әлсіреп қалғанын сезеді. Ал жарықты жағып қалып еді, беті әжім 80 жастағы әйел тәріздес болып кеткенін көреміз. Жаймен раковинаға жетіп еді, байғұстың бір-екі тісі түсіп қалады. Ертесіне қайтадан Мюллерге келеді. Еркек оның хәліне таң қалмай, түк болмағандай келісімде не жазылған, соны ұстаныңыз деп қоя салады. Мұнда бір нәрсені түсінуіміз қажет. Келісімге отырған адамның жасы ол өлгенге дейін қартая береді. Мюллер сондай-ақ пәтер ешқашан жалғыз қалмауы тиіс. Онда әрдайым адам болу керек деп ескертеді. Қыз еркектің бөлмесіне кете салысымен, Мюллер оның сіріңке коробкасы жоғалғанын байқап, Аннаның пәтеріне ұша жөнеліп, пәтері құлып екенін көреді. Іште кәрі кемпір үйдің бәріне виски құйып, жауға дайындалып жатыр. Бірақ әйел сіріңке жаққанда ол бірден өшіп қалады. Тағы қайталайды. Өкінішке орай сәтсіз. Қыз не істерін білмейді. Қатты қапаланып жынданады. Аннаға ауа жетіспей жерге құлай кетеді. Сәті түсіп Мюллер есікті әйтеуір ашып, оған көмек көрсетіп, аузындағы киім бөлшегін алып тастайды.
Қызық, оның аузында киім бөлшегі ылғи шкафтың төбесінде жататын киім болып шығады. Мюллер қызға су әкеліп, онымен пәтер жайлы сөз қозғайды. Еркек пәтер 10 шақты жылдай бір адам қолынан басқа адам қолына өтіп отқанын айтады. Және де әрқайсысы осында келе салғаннан кейін бірнеше күн ішінде қартайып кеткендігін баян етеді. Кейін бұл жаңалық елге тарап, тіпті министрдің өзі сиқырды жою үшін оны құртпақ болған екен. Бірақ планын іске асырмай тұрып, түсініксіз жағдайлармен қайтыс болған екен. Бұл дегеніміз пәтер сыртқы күштердің оған ықпал еткен қаламайды деген сөз. Осы жайттан кейін мемлекет бұл мәселені тастап, құпия күйінде сақтап қалады. Сондықтан полицияның өзі бұл жайтты айналып өтеді екен. Мюллер қазір бұл жерге қараушы болып мен тағайындалдым, және де әрдайым мұнда адам болуын қадағалауым керек деп айтады. Бұл жұмысты әлбетте ұнатпаймын, бірақ амал жоқ, істеуім керек деп мойындайды. Кетпей тұрып, қалтырап қалған Аннаға ең дұрысы өз орныңа жаңа адам тап. Осылай ғана пәтерден құтыла аласың деп кеңес береді. Сол күні кешке кемпірге айналған қыз боянып, бұрынғы жігітінен көмек сұрауға шығады. Бірақ жігіт оны танымай, бір жерге асығыс едім деп айтады. Қыз өзінің Анна екенін айтпақшы болғанмен, жігіт қайдам, оның әжесі-ау деп сене қоймайды. Сол кезде жігітті алып кетуге оның жаңа қызы келеді. Сол сәтте ол екеуіне де пәтер керек екендігін естіп қалады. Бұл қыз үшін керемет мүмкіндік еді. Бірақ қыз үндемей жұптың кетіп қалуына мүмкіндік береді. Түнге жақын ұйықтап жатқанда радио қайтадан ойнап, кейбір заттар өзімен өзі қимылдай бастайды. Пәтер дос сияқты қызға кофе дайындап береді. Қыз оянып, дайын тұрған тағамдарды көреді, бірақ оларды жеудің орнына лақтырып жібереді. Бірақ пәтер шай әзірлегенін көргенде оны ақыр ішейін деп шешеді. Ақырындап шайды құйып дәм татады. Шай қызға ұнап қалады. Тіпті өзі тастаған бисквитті жерден қайта алады. Анна тамақ әзірлеу үшін тым кәрі және әлсіз. Сондықтан өзінің досы пәтеріне ғана жүгіне алады. Келесі бірнеше күн ішінде әйел қатты әлсіз деген соншалық жүру үшін таяқшаны қажет етеді. Түрі 100-ден асқан қариядай. Кенеттен қолына қарап қалса, сым тәріздес субстанция көрінеді. Қыз өзінің ажалы жақындаған түсініп, Мюллерге қоңырау шалып, өзінің орнына шақырады. Кейіндеу ақыры пәтер көруге бір жұп келеді. Кім десеңізші, оны танымай қалған бұрынғы жігіті Даниэль мен оның қызы. Әдеттегідей жұп пәтердің арзандығы мен ыңғайлығына тамсанады. Оларға сондай-ақ қастарында ешқандай көршілер жоқ екендігі қатты ұнайды. Олар пәтерді арендаға алуға келіседі. Мюллер қуана-қуана қағазды табыстайды. Даниэль қағазға қол қояйын деп жатыр. Ал болып жатқанның бәріне жақыннан бақылап отырған Анна қақпанға осылай түскен уақытын есіне алады. Ол осы қарғыс атқан пәтердің кесірінен алған ауыршылықтары мен жамандықтарын есіне алады. Осы сәтте Анна бұрынғы жігіті өзіне өлім жазасын жазбай тұрып, қолына ыстық шай құйып, екеуіне құрыңдар, мұнда ешқашан қайта келуші болмаңдар деп сұрайды. Екеуі кемпірдің әрекетінен шок болса да, еш сөз айтпай кетіп қалады. Анна бұл пәтерден құтылудың соңғы мүмкіндігінен айырылды. Ол жігітті қақпанға түсіріп, соңғы күндерін қария болса да тыныштықта өткізе алатын еді, бірақ одан бас тартты. Бұл ол әлі Даниэльді жақсы көретіндігін және ол үшін өзін құрбандыққа шалып, адамды ажалға тартатын пәтердің қайталана беретін циклын аяқтай алатындығын көрсетеді. Мюллер оның жанкештігі мен төзімділігіне таңғалса да, Анна кеткен соң есікті жауып кетті, сосын бірнеше жылға дейін ешқашан қайта оралма деп айтады. Әйел ешкім келмесе, іштегі цикл аяқталып, пәтердің рухы өледі деп үміттенеді. Мюллер жарайды деп оны жалғыз тастап, сәттілік тілеп кетеді. Қазір Анна жап-жалғыз өзі пәтердің жалғыз тұрғыны болып қалды. Оған келетін еш таныс жоқ. Тіпті темпешектен төмен түсетін күште қалмады. Жаймен әйнекке келіп, соңғы рет жылы лебіз сезіп, сабырға түсіп, тыныштық сеземін деп сезінеді. Соңғы күндері сезген әрбір ауырлық пен депрессиясы ғайып болады. Анна өзінің тағдырына мойынсынады. Әйел оның соңғы демалу орны болатын диванға отырып алады. Көп ұзамай пәтер процедураны бастайды. Анна сол жерде өмірден өтіп, оның басы диванға еніп, соның бір бөлігіне айналады. Денесі де дәл солай жиһаздың бір бөлшегіне айналады. Одан тек қана киімі қалды. Артынша одан жіп шығып, диванның жастығы болып тігіледі. Ал басы диванға енген жерден ақ киім шыға келеді.